Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз 5-ші сынып қазақ тілінен 37-ші сабақты өтеміз. Үйірменің үйретері көп тақырыбы. Бірінші тапсырма: мәтінді оқып ат қойыңдар. Мәтінде көтерілген мәселе бойынша өз ойларыңды ортаға салыңдар. Бұл жерде бізде Астанадағы шығармашылық техникалық орталыққа келетін балалар шетінен өнерлі. Солардың бірі Нұрдәулет Құттыбек небәрі 9-шы сыныпта көшкен жеткіншектің 20-дан астам медалы бар. Өзі өте ашық, әңгімешіл екен. Мұнда келгеніме 4 жыл болды дейді Нұрдәулет. 5-ші сыныпта жүргенімде осы кабинеттің жанынан өтіп бара жатып бас сұқтым. Ағай балаларға жаңа кеменің сызбасын түсіндіріп жатыр екен. Қызығып кетіп ертеңіне дереу үйірмеге жазылдым. Былтырғы жарыс Павлодарда өтіпті. Нұрдәулеттің кемесі қазылардың көңілінен шығып 2 күміс пен 1 қола жүлдені еншілепті. Бір қызығы, қатысушылардың көбі өзара жүз таныс болып қалған. Сендердің тәжірибелерің де зор ғой онда. Бәйгеге жаңадан қосылып жатқан құрдастарың қандай қателік жібереді? Кемелері аударылып қалып жатады, немесе басқару тетігі дұрыс істемейді. Кейбіреулері үйінен құрылғысын дұрыс қуаттамай келеді. Қысқасы, істерінен шалалығы көрініп тұрады. Нұрдәулеттің арманы ұстазы секілді білікті техник болу. Болашақта заман талабына сай жаңа құралдарды ойлап тапқысы келетінін де жасырмады. Өнерпаз өренге сәттілік тіледік. Ұлан газетінен алынған. Енді бұл жерде бізде мәтіннің атауын үйірмедегі талапты бала деп айтсақ болады. Енді сұрақтарға жауап берейік. Бірінші сұрақ: үйірмеге нешінші сыныптан бастап барғанда дұрыс деп санайсыңдар деп тұр. Менің ойымша үйірмеге 4-5-ші сыныптан бастап барған дұрыс. Себебі бұл жаста бала жаңа білімді тез қабылдайды және техника, өнер сияқты бағыттарға қызығушылығы күшейе түседі. Келесі сұрақ: өз мектеп, қала, ауылдарыңда қандай үйірмелер бар екенін білесіңдер? Біздің мектепте робототехника, домбыра, сурет, футбол секілді үйірмелер бар. Менің ойымша осындай үйірмелер балалардың қабілетін дамытуға үлкен мүмкіндік береді. Енді келесі тапсырма: уақытты білдіретін күрделі сөздердің мағынасын анықтап, түрлеріне қарай, яғни біріккен сөз бе, қос сөз бе, қысқарған ба, тіркесті сөз бе, соларды топтастырыңдар деп тұр. Бізде қос сөздер, яғни біріккен сөздерді атайық. Бірінші: алагеуім, ақшам, сүт пісірім, бейуақыт. Яғни бұлардың барлығы бізде біріккен сөздер, яғни 2 түбірден жасалып тұр. Бейуақыт. Келесі қос сөздер, яғни сызықша арқылы бөлініп жазылады. Қас қағым, елең алаң, қас қағым, елең алаң. Енді келесі қысқарған сөздер: хау, яғни халықаралық атомдық уақыт. Келесі километр, сағат. Осылар бізде қысқарған сөздер болып саналады. Келесі тіркесті сөздер: таң сәрі, тал түс, бие. Бие сауым болады. Бие сауым. Енді бізде күрделі сөздердің мағынасын анықтаңдар деп тұр. Келесінде мағынасын анықтайық. Біріккен сөздерде бізде алагеуім таңертеңгі әлсіз жарық мезгіл, ал ақшам күн батқаннан кейінгі мезгіл. Сүт пісірім, сүт пісіргенде өте қысқа уақыт. Бейуақыт, уақыттың белгісіз, қолайсыз мезгілі. Келесі қос сөздер: қас қағым, өте қысқа сәт, елең алаң, таң қараңғысы, сейілмеген мезгіл. Қысқарған сөз: хау, яғни халықаралық атомдық уақыт, және километр, сағат болатын болса, бұл бізде километр және сағат болады. Келесі тіркесті сөздер: таң сәрі, таңның атуға жақын мезгілі, тал түс, күн дәл төбеге келген мезгіл, бие сауым, бие саууға кететін уақыт мөлшерін айтамыз. Келесі жаттығу: оқылым мәтініндегі қою әріппен берілген сөздерді тұлғасы мен құрамына қарай ажыратыңдар. Яғни тұлғасына қарай ажыратқанда олар түбір, туынды сөздер болады, ал құрамына қарай ажыратқанда дара не күрделі екенін анықтаймыз. Орталыққа деген сөзде туынды дара. Нұрдәулет Құттыбек туынды емес, күрделі есім.
яғни екі сөзден құралып тұр. Бұл күрделі есім. Жеткіншіліктің негізгі сөзден жасалған туынды, яғни дара, бір ғана сөзден құралып тұр. Әңгімешіл туынды дара, сызбасы туынды дара, қатысушылардың туынды болады дара. Өзара жұртаныс туынды емес, күрделі. Қателік туынды, яғни қате және лік деген қосымша жалғанып тұр жұрнақ. Кейбіреулері негізгі күрделі, қуаттамай негізгі дара, шалағылық негізгі сөзден жасалған дара, білікті туынды дара. Келесі тапсырмада Абайдың ұлағатты сөздерін түсініп оқып жаттап алыңдар деп тұр. Егер ісім өнсін десең, ретін тап. Еңбек қуаныш, жалқаулық арылмас азап. Еңбексіз мал дәметкен қайыршылық. Жұмысы жоқтық, тамағы тоқтық. Аздырар адам баласын. Енді келесі тапсырма балалар мен жасөспірімдерге үйірмелерге қатысудың пайдасын түсіндіру мақсатында жарнама дайындап галереяны шарлау әдісімен ең үздігін анықтаңдар деп тұр. Яғни бұл жерде бізде сәл ұзақтау етіп жаздым галереяны шарлау әдісімен. Енді ал мына жерде бізде қысқалау варианты да бар. Енді балалар мен жасөспірімдерге арналған түрлі үйірмелерге қатысып, арманыңды жүзеге асыру мүмкіндігін жіберіп алма. Үйірмелердің пайдасы қабілет пен талантты дамытады, жаңа достар табуға көмектеседі, ой-өрісті кеңейтеді, болашақ мамандықты таңдауға бағыт береді, уақытты тиімді өткізуге үйретеді. Ал бізде бар үйірмелер робототехника, спорт секциялары, сурет және қолөнер, тігін және дизайн, спикерлік және театр. Дәл қазір жазылда өз мүмкіндігіңді көрсет деп тұр. Енді дәл сондай қысқа нұсқасы балалар мен жасөспірімдерге арналған үйірмелер ашылды. Қатысу қабілетті дамытады, ой-өрісті кеңейтеді, жаңа достар табуға көмектеседі. Бізде бар секциялар робототехника, спорт, сурет, тігін, театр. Бүгін ақ жазыл деп осылай мағыналары бірдей, бірақ бізде қысқаша нұсқада түсінікті барлығы осының ішінде қамтылған. Осы нұсқа арқылы да жазсақ болады. Енді келесі тапсырма эссенің кіріспен негізгі қорытынды бөлімдерін сақтай отырып, оқуда табысқа жету үшін не істеуің керек тақырыбында эссе жазыңдар. Эссенің тақырыбын жазамыз. Оқуда табысқа жету үшін не істеуім керек. Кіріспе. Бірінші кіріспесі. Әр оқушының арманы оқуда жақсы нәтижеге жету. Табысқа жету үшін мақсат қоя білу және сол мақсатқа жетуге талпыну маңызды. Келесі негізгі бөлім оқуда табысқа жету үшін сабақты уақытында орындап, мұғалімді тыңдау қажет. Күнделікті қайталау мен еңбекқорлық білімді нығайтады. Сонымен бірге кітап оқу ойды дамытып, жақсы нәтижеге жетуге көмектеседі. Енді қорыта айтқанда оқуда табысқа жету үшін еңбек ету, жауапкершілік пен тәртіп қажет. Мен де осы қасиеттерді дамытып, жақсы оқушы болуға тырысамын. Сонымен бүгінгі біздің сабағымыз бітті. Сау болыңыздар. Менің каналыма тіркеліп қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Күнделікті тапсырмаларды бірге орындайық. Егер сұрақтарыңыз болса, сообществоға комментария жазсаңыздар, міндетті түрде жауап беріп өтемін.